Ересек адамдардың қарым-қатынасындағы ауыртпалықты бала сезінуге, оны көтеруге лайықты емес. Әйелі күйеуінің физиологиялық зорлық-зомбылығына ұшыраған кезде ол үйіндегі балдармен қорғанады. Неге айналаңыздағы ересек адамдардан көмек сұрау арқылы солармен қорғанбадыңыз? Немесе полиция, заң өкілдерінен көмек сұрау арқылы неге ересек адамдармен қорғанбадыңыз, а баламен қорғандыңыз дегенде ұят болады дейді. Қалай мен туған күйеуімді полицияға берем, немесе оның ұрғанын егер айналамдағы адамдарға айтсам, онда олар күледі, ұят болады дейді. Осы ұятты таңдау арқылы күйеуінен зорлық-зомбылық көрген әйел балдарымен қорғанады. Әйел ересек адамдармен қорғанышты өзіне тиран күйеуінен ұйымдастырмағандықтан балалар анасын қорғауға мәжбүр болады. Яғни әйел мен күйеудің арасындағы конфликтінің қарым-қатынастың жауапкершілігі ол тек қана әйел мен күйеуде, яғни ересек адамда. Ешқандай бұл жердегі қарым-қатынастағы ауыртпалықты бала сезінуге лайықты емес. Бұл жерде ата-ана таңдау сізде. Ұятты немесе елдің алдында идеальный отбасы болып көрсетуді таңдайсыз ба, әлде балаңыздың психикасының сау қалыптасуын таңдайсыз ба? Таңдау өзіңізде. Ұзаққа қалдырмаңыз, бала сағат сайын өсіп жатыр. Сізбен бірге болған мен қазақ тілді психолог Айғаным.